Бүгінгі тақырып процессордың ішіндегі құрылғылардың құрылымы. Яғни бізде арифметикалық логикалық құрылымда тоқталып өтеміз. Бізде мысалы осы құрылым біздің процессордың ішіндегі құрылғылардың арасындағы соларды взаимодействиясын түсіндіретін құрылым. Осыны толықтай түсінсек, көп затты түсінеміз. Например, бізде не істейміз? Мысалы, любой бір браузерді, мой компьютер и кез келген затты ашқан кезде, немесе компьютермен взаимодействие жасаған кезде, бізге процессорге командалар, память, данныйлар жіберіледі. И солар қалай обрабатывать етіледі, соны осы жақта түсінсек болады, осы құрылым арқылы. Например, бізде не істейміз біз компьютерге? Директер жібереміз, немесе команда жібереміз, директер запрашивать етеміз, или жібереміз, или командалар запрашивать етеміз, или өзіміз жазамыз деген сияқты. Например, директер не істейді? Директер дегеніміз, ол директер баратта бізде директор кэшында сақталады. Директор кэшында сақталады бізде директер. Командалар кэшында сақталады. Және осы екеуін, осы құрылғыларды байланыстыратын бізде ол басқару құрылғысы. БК деп атайды немесе. Басқару құрылғысы ол не ол? Басқару құрылғысы дегеніміз бізде ол осы құрылымдағы немесе процессордың ішіндегі құрылғыларды басқаратын құрылғы. Яғни процессордың ішіндегі заттардың бәрін, құрылғылардың бәрін басқаратын құрылғы. Директор кэшін, мысалы біз директор кэшінен директор, например, басқару құрылғысына барады. Немесе командадан команда барады. Команда кэшінен команда барады. Ол басқару құрылғысы, ол директорды арифметикалық логикалық құрылғыға жібереді. Арифметикалық логикалық құрылғы дегеніміз не ол? Он синтаксистен назар аударатын болсақ, ол арифметикалық логикалық құрылғы. Значит, осы жақтан не істейтінін тоқталып кетейік. Ол бірінші бізде ең главный несі, ол бізде кез келген директорды ол компьютер тіліне аударады, яғни екілік кодқа 1-0-1-0 или 0-0-1-0 деген сияқты. Және де арифметика дегеніміз не ол вычисление жасайды, яғни вычислять етеді. Кез келген затты бізде бір-біріне қойып вычислять етеді. Мысалы, 2 қосу 2 тең 4, немесе 2 көбейту 1024, 36, 78, разница жоқ. Яғни кез келген вычисление жасайды. Көбейту, азайту, қосу, бөлу и так далее. Және логика ол бізде компьютер тіліне аударады. Яғни ол обязательно арифметика и логика. Вычисление жасайды, и оны обязательно компьютер тіліне аударады. Және де оны басқару құрылғысына жібереді. Яғни қандай сол операцияны жасап, аударып, қосып, азайтып, вычислять етіп. И басқару құрылғысынан бізде не істейді? Команда регистріне жібереді. Команда регистр дегеніміз не ол? Бізде команда регистрі дегеніміз ол бізде директордың мониторға шығуы, яғни бізге көрінуіне жауап беретін құрылғы. Ол команда регистріне жібергеннен кейін не істейді? Команда регистрі оны директорды шығарады, яғни бізге мониторға шығарады. Сол арқылы біз көреміз. Жалпы түсінікті ойы құрылым. Яғни директор кэші басқару кэшінен екеуінен біреуінен, любойынан басқару құрылғысына барады, ол логикалық құрылғыға жібереді, ол логикалық құрылғы қайттан басқару құрылғысына қайтарады, бұлай. Одан кейін ол тұрады, команда регистріне жібереді, команда регистр бізге мониторға шығарады. Немесе, например, мынандай да жағдай болуы мүмкін. Например, біз қандай да бір команда енгіздік, например, Алматы деген сөзді жаздық, ол прямой команда регистріне барады. Яғни ол прямой команда регистріне барады и сразу бізге, соответственно, мониторға шығарып береді. Ол директорды. Например, Алматы деп жазатын болсақ, бізде Алматы деп жазатын болсақ, сразу бізге мониторда Алматы деп жазылған шығып тұрады. Құрылымдар осылай бір-бірімен ара қатынасы болады. Және де бұл құрылым ненің ішінде? Бұл құрылым бұл процессордың ішінде. Енді процессордың ішінде қалай болады? Процессор бізде жедел жадымен қалай байланысатын анықтап өтейік. Например, біз кез келген операция, кез келген заттар жасайтын болсақ, ол біз бірінші не істейді? Жедел жадыға оперативный памятқа түседі. И оперативный памяттан процессорға жіберіледі и наоборот. Мысалы, например, осылар бір-бірімен қалай байланысады? Бұлар процессор мен жедел жады бір-бірімен бізде не арқылы байланысады? Шиналар арқылы байланысады. Шиналар дегеніміз не ол? Шиналар дегеніміз ол бізде екеуінің арасындағы сигналдар, данныйлар өткізетін провод десек болады қарапайым тілмен. Например, бізде мысалы материнский платаны қарасаңдар, материнский платада аналық тақшада жасылда қандай да бір
процессор мен оперативный памяттің арасында бір сары мектен жасалған или басқа да түсті бір кішкентай провод сияқты нелер жүргізіліп тұрады. Линиялар, там сымдар, солар шиналар. Және де олар әртүрлі формада келеді. Енді біздің случайда осы процессор мен жедел жадының арасындағы 3 шина бар. Басқарады, 3 шина бар байланыстыратын. Ол бізде ең бірінші бізде не ол? Ең бірінші бізде ол басқару шинасы. Міне басқару шинасы. Басқару шинасы неге жауап береді? Басқару шинасы бізге ең оның главный мақсаты сигналға жауап береді. Ол дегеніміз, например, қалай? Мысалы, біз бір затты орындау, сұрау, жасау, там іздеу и так далее, и так далее. Қандай да бір сигнал жібереді бізге процессорға. Басқару шинасының ең басты мақсаты сигнал жібереді. Там істеу, табу деген сияқты любой бір сигнал жібереді. Одан кейін екінші шина не ол бізде? Екінші шина ол бізде адрестік шина. Адрестік шина дегеніміз не ол? Адрестік шина дегеніміз ол жедел жадыдан процессордың қай ячейка памятиына барып орналасатынын анықтайды. Ненің орналасатынын? Данныйдың. Яғни біз қандай да бір данныйды жібереміз или запрашивать етеміз. Ол қандай ячейка памятидан данныйды запрашивать ететін болсақ, данныйды алады. Егер біз данный енгізетін болсақ, ол бізде қандай ячейка памятиға, например, 1040 ячейка памяти болатын болса, қай ячейка памятиға сол данныйды жазады. Соны анықтайды адрестік шина. Именно соның адресін қай ячейкаға памятиға баратын. Енді ячейка памяти дегеніміз не ол? Осындай сұрақ туындайды бізде. Ячейка памяти дегеніміз не ол? Ячейка памяти дегеніміз бізде ұяшық деп келеді қазақша, немесе регистр деп те келеді. Осы үшеуі де барлығы бір мағынаны білдіреді. Яғни, например, регистр дегеніміз не ол деп есейік? Ол барлығы ячейка памяти үшеуі де бір мағынаны білдіреді. Например, регистр дегеніміз не ол? Регистр дегеніміз ол процессордың ішіндегі памяттардың ячейкасы. Мысалы, біз любой бір соткадан, компьютерден видео, сурет қарайтын болсақ, например, суреттің өзі, мысалы, көптеген компьютерлік тілге аударған кезде 0101 дегеннен миллион зат шығады. Например, кез келген, мысалы, видеоны қате ашқан кезде, немесе ішіндегі кодын қараған кезде 0101 дегеннен көп компьютерлік тілге аударылады. Солардың бәрі бөлек-бөлек ячейка памятиға жазылады. Например, біз мысалы мынандай арифметикалық амал орындадық. 2 қосу 2 деген амал орындадық. 2 дегеніміз ол бізде айнымалы бөлек ячейка памятида, например, мына жақта орналасқан 2 дегеніміз бірінші 2. Екінші 2-міз бізде басқа ячейка памятида орналасады. Енді осы мысалы біз тұрттай директор кэшінен, например, 2 қосу 2 дегенде қос дедік. Ол тұратта мысалы мына жақта басқару несіне жібереді. Құрылғысына, ол басқару құрылғысы арифметика логикалық құрылғыға жібереді. И бізден арифметика логикалық құрылғыны есептейді. 2 қосу 2 тең 4 деген жауапты есептейді. Оны компьютердің тіліне аударады, басқару құрылғысына жібереді, команда регистріне жібереді басқару құрылғысы. Потом бізге деректер ретінде көрінеді ответі. Енді, яғни түсінікті ғой, ячейка памяти дегенімізде ол. Например, 2 дегеніміз, олар екеуі де бөлек-бөлек ячейкада орналасады. Мысалы, мына жақта деген сияқты. И осындай операциялар көп. Например, біз бұл 2 плюс 2 деген ең простой операция. Например, біз мысалы қандай бір файлды ашамыз, немесе ойынды жазамыз, ойнағанның өзіне де процессор мысалы қызады. Ол не істейді? Ол көптеген вычислениялар жасайды, және көптеген данныйларды шығарады өзіне, немесе қайтадан өзіне енгізеді. И сол кезде көптеген ячейка памятилар жұмыс жасайды. Ячейка памяти дегеніміз каждый несіне бөлек-бөлек ячейка памяти болады. Мысалы, процессордың өзінің түріне қарайтын болсаңдар, мысалы, мынандай жасыл болады, осындай процессор кішкентай болады да, ішінде кішкентай точкалар көп болады. Солардың барлығын ячейка памяти деп алсақ болады. Енді бізде мысалы осындай арифметикалық операцияны орындайтын болған кезде